Сәлеметсіз бе, құрметті көрермен. Бүгінгі тақырып Байғазы мен көрімдіктің айырмашылығы туралы болмақ. Байғазы мен көрімдіктің айырмашылығын білесіз? Байғазы мен көрімдік? Иә. Енді Байғазы деп мынандай біреу-біріне алса, киім алса, я бір анау алса, соған Байғазы береміз. Көрімдік деген мысалы үшін мына келін түседі, мысалы үшін ұзатылып жатқан жерлер бар, соған берілетін нәрсе. Келген сәбилерге көрімдік беріледі. Аха. Бәйге аталсам, көрімдік бересіз бе, Байғазы бересіз бе? Мен ба? Егер мен Байғазы беремін. Бәйге аталсам. Байғазы. Байғазы мен көрімдіктің айырмашылығын білесіз бе? Байғазы біреу киім алған кезде берілетін нәрсе. Ал көрімдік деген былайынша келін түссе, балдарға, сәбилерді көру үшін көрімдік дейді оны. Байғазы деген тек жаңа нәрсе алсаң, байғазысын бер деп жатады. Сатқа бересіз. Ал енді сұрақ. Бәйге ат алса не беріледі? Бәйге ат алса да солай. Шашу беріледі. Я жаңа көрімдік беріледі. Көрімдік па, байғазы ма? Байғазы беріледі. Байғазы, Байғазы машина алған кезде береді. Иә. Көрімдік келін алған кезде. Бәйге ат алсам ше. Көрімдік бересіз бе, байғазы бересіз бе? Байғазы береді. Қайсы? Қайсы? Байғазы. Байғазы? Жақсы. Байғазы киімге байғазы береді. Көрімдік андай. Мысалы, біреу босанса, көрімдік сұрайды. Мен мысалы бәйге ат жеңіп алдым дейін, немесе сатып алдым бәйге атты. Маған не бересіз, көрімдік па, байғазы ма? Көрімдік. Жоқ, байғазы береді. Байғазы? Машина бірдеңелер алса, байғазы береді, соны емес пе? Солай ма? Көрімдік білді. Машина алса, осы байғазы деп беріп жатады ғой. Көрімдік па, байғазы ма? Байғазы. Байғазы шығар. Байғазы мен көрімдіктің айырмашылығын білесіз бе? Көрімдік бір сатып алғанда. Иә. Байғазы ше? Айырмашылығы жоқ. Жоқ, айырмашылық бар мен оқығам оны. Байғазы мен көрімдік. Байғазы мен көрімдік. Айырмашылығы бар, но былай. Екеуі де қуанышқа неге? Машина алсам не бересіз, байғазы ма, көрімдік па? Көрімдік берем. Байғазы, машинаға. Машинаға байғазы? Жоқ, машина сіз айттыңыз. Мен көрімдік берем. Машина алса, көрімдік бересіз. Көрімдік берем. А келін алса ше? Көрімдік береді. Келінге көрімдік береді. Келінге көрімдік береді. Машинаға байғазы. Машинаға байғазы дұрыс. Атқа ше? Бәйге ат алса, көрімдік па, байғазы ма? Байғазы. Байғазы? Сіз ше? Байғазы. Бәйге ат алдым. Не бересіз? Байғазы. Сіз ат сатып алып тұрсыз ба? Иә. Ат сатып алсаң, онда көрімдік бересің. Атты сатып алсаң. Көреміз ғой, жануар заттарға көрімдік екен. Жануар заттарға байғазы береді. Көрімдік. Ой, байғазы да жануарларға көрімдік. Иә. Сонымен байғазы жаңа дүниелер мен жаңа заттарға беріледі. Ал көрімдік болса, жаңа түскен келінге, жаңа туылған нәрестеге, сүндетке отырған ұлға, сырға таққан қызға, алғаш рет қайын жұртына тәжім ете барған күйеу жігітке, және де бәйге аттары мен боталарға беріледі. Байғазы мен көрімдіктің айырмашылығы: байғазы жансызға, көрімдік жандыға беріледі. Атты от деп, өтті ет деп айтсақ мағынасы өзгеретіндігі сияқты, байғазы мен көрімдіктің мағынасын ауыстырып қолдануға болмайды. Әр сөзді өз мағынасында пайдаланып жүрейік. Видео сізге пайдалы болған болса, арнама жазылып, пікір білдіріп, лайк басыңыз.